Сәлем достар, келесі видеода 5 минутта дайын болатын печенье жасайтын боламыз. Каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ, тез дайын болатын пирог жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Қажет заттарды описанияға қалдырамын. Ең алдымен бізге бір дана жұмыртқа, шым тұз және 200 грамм қант. Жақсылап 5 минут араластырамыз. Бір стақан сүт, кішкене сүтіміз жылы болуы қажет. Үш ас қасық өсімдік майы. Жақсылап араластырамыз. Массамызбен біркелкі болуы қажет. Ұнымызбен қопсытқышты араластырамыз және електен өткізіп массамызға саламыз. Мен кішкене мак қостым. Өз қалауларыңыз қоспасаңыздар да болады. Массамыз дайын. Формамызға пергамент қағаз төсеп кішкене май жағып аламыз. Дайын болған массамызды саламыз. Массамыз тегіс болу үшін осылай табамызды сілкейміз. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын. Мен осылай сахарный пудра септім. Өз қалауларыңыз жасап көріңіздер. Өте оңай әрі дәмді, жұмсақ болып шығады. Келесі видеода 5 минутта дайын болатын печенье жасайтын боламыз. Мені жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліңіздер. Сіздермен болған қасиет. Рахмет.